Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Мен Тараз қаласы Жамбыл атындағы номер 5 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімімін. Бүгін сіздермен спирттердің жіктелуі мен химиялық қасиеттері тақырыбында сабақ жүргіземін. Сабақтың мақсаты спирттердің функционалдық топтарының орналасуы және гидроксил тобының саны бойынша жіктеу. Молекуладағы атомдардың өзара әсері негізінде спирттердің химиялық қасиеттерін түсіндіру. Спирттер дегеніміз не? Спирттер дегеніміз құрамында көмірсутек радикалымен байланысқан бір немесе бірнеше гидроксил тобы бар заттар. Спирттердің гомологтық қатары: метил спирті, этил спирті, пропил спирті, бутил спирті. Яғни, метил спиртін юпак номенклатурасы бойынша атайтын болсақ, метанол. Химиялық формуласы CH3OH. Этил спирті. Химиялық формуласы C2H5OH. Юпак номенклатурасы бойынша этанол. Пропил спирті. Химиялық формуласы CH3CH2CH2OH. Пропанол. Бутил спирті. C4H9OH. Бутанол. Спирттердің жалпы формуласы CnH2n қосу 1 OH. Юпак номенклатурасы бойынша қаныққан көмірсутектерге ол жұрнағы жалғанады. Спирттердің жіктелуін қарастырайық. Гидроксил тобымен байланысқан көмірсутекке байланысты спирттер үшке бөлінеді: қаныққан, қанықпаған және ароматты. Гидроксил тобының санына байланысты үшке бөлінеді: бір атомды, екі атомды және үш атомды. Бір атомды спирттерге этил спиртін жатқызамыз. Екі атомды спирттерге этилен гликоль, ал үш атомды спирттерге глицеринді жатқызуға болады. Гидроксил тобымен байланысқан көміртек атомның табиғатына байланысты спирттер үшке бөлінеді: біріншілік спирт, екіншілік спирт және үшіншілік спирт. Алыну жолдары: этил спиртінің химиялық формуласы C2H5OH. Этил спиртін әртүрлі жолдармен алуға болады. Соның бірі глюкозаны ашыту арқылы этил спиртін аламыз. Химиялық формуласы C6H12O6. Яғни глюкозаны ашыту барысында екі молекула этил спирті және екі молекула көмірқышқыл газы түзіледі. Спирттердің физикалық қасиеттерін қарастырайық. Қалыпты температурада С10-ға дейінгі спирттер сұйық заттар. С11-ден бастап қатты спирттерге жатады. Алғашқы үшеуі сұйық спирттер өздеріне тән иісі болады. Ал бутанол мен пентанолдың өздеріне тән жағымсыз иістері болады екен. Қайнау температуралары. Спирттердің қайнау температуралары олардың молекулалық массаларының артуы бойынша, яғни олардың қайнау температуралары да жоғары болады. Спирттердің химиялық қасиеттері. Спирттерге қышқылдық негіздік қасиеттер тән. OH тобы бойынша сутек атомның орын басу реакциясы. Спирттер қышқылдар тәрізді сілтілік металдармен әрекеттеседі. Спирттің мұндай металл туындыларын алкоголяттар деп атаймыз. Яғни біздің мысалда этил спирті активті металл натриймен әрекеттескен кезде екі молекула натрий этилаты және сутек газы бөлінген. OH тобына жүретін реакция. Яғни спирттер галоген сутектермен әрекеттесіп, реакция гидроксил тобының орнына галоген басу арқылы өтетін қайтымды реакция.
Дегидратация реакциясы екі түрлі болып жүреді. Яғни, біріншісі молекула ішілік, екіншісі молекула аралық. Молекула ішілік дегидратация реакциясында алкендер, ал молекула аралық дегидратация реакциясында жай эфирлер түзіледі. Тотығу реакциясы. Спирттерді мыс оксидін қыздырып тотықтырғанда альдегидтер түзіледі. Спирттердің қолданылуы. Еріткіш ретінде қолданамыз. Тамақ өнеркәсібінде қолданылады. Лак, бояулар алуда қолданады. Медицинада қолданамыз. Парфюмерияда қолданамыз. Синтездік каучук алуда қолданамыз және дәрі-дәрмек жасауда қолданамыз. Спирттердің номенклатурасы мен изомериясына тапсырмалар. Яғни С4H10O спирт изомерінің, яғни 4 изомері бар, формулаларын жазып, рационалды, функционалды, халықаралық, рационалды номенклатуралар бойынша атаймыз. Біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирттерді көрсету қажетпіз. Келесі тапсырма. Химиялық қасиетіне байланысты тапсырмалар. Пропил спиртінің натриймен және кальцийменен реакция теңдеуін жазып, алынған өнімдердің атын атау қажетпіз. Келесі тапсырма есептерге берілген. Яғни бірінші есеп 9,12 грамм натрий 100 мл этил спиртімен 96% тығыздығы 0,8 грамм бөлінген миллилитр әрекеттескенде қанша көлем қалыпты жағдайда сутегі бөлінеді. Екінші есеп 0,124 метр куб этил спиртін 96% тығыздығы 800 кг бөлінген метр куб дегидрлеп, дегидратациялап шығымы 90% болатын бутадиеннің қанша массасын алады. Үйге тапсырма. 86-87 параграфтарды толықтырып оқып, 8-ші тапсырманы орындап, 2-ші есепті шығарамыз. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.